Ассалаумағалейкум, құрметті Атырау халқы және Атырау әуесқой балықшылары. Мынау Атыраудың қай өңірінің балықтары дәмді деген тақырыпқа мен жалпы тоқтағым келіп отыр. Енді менің өзімнің туған жерім Қызылқоға, Миялы, ояқта жаңағы Ойыл өзені бар, Құлсарыда Жем бар, Құрманғазыда Қиғаш бар, Атырауда Жайық бар дегендей. Жалпы көп жерден осы жасқа шейін балық ауладым. Көп жердің балықтарын аулап дәмін татып та көрдім. Бірақ мен үшін өзімнің жеке пікірім және өзімнің жақсы көретінім, мына Қиғаш өзенінің балықтары дәмді. Енді біреулер айтып жатар, мына біздің жақтың балығы Қызылқоға, я болмаса жаңа Құлсары, ешқандай да бір талас болмасын. Бірақ дегенмен де мына өзімнің жеке пікірім, Құрманғазы ауданына талай барып балық аулағам өзім. Сояқтың балығын дәмін татып, сорпасын ішіп, бешбармақ қылып, соны кәдімгі жеген кезде шыны керек дәмді. Ояқтың енді айтар болсақ, үлкен сазан емес, тіпті кішкентай сазанның өздері дәмді болып келеді. Ішін жарасың, қабырғасын бәрі май басып кеткен. Жаңағы сорпасын ішесің, сорпасында кәдімгі, мен өзімнің таңғалып көргенім, ең бірінші сояққа барып жаңағы балығын кішкентай сазандарын бешбармақ қылып асқан кезде мен өзім таңғалдым. Мына сорпасының бетінде мынандай кілкіп тұрған май болды. Міне. Іштім, өте дәмді. Балықтан енді сіздер айтатын боларсыздар, балықтан жаңағы Ганшикиннің Қиғаштың балығынан балдырдың дәмі шығып тұрады. Енді оған да бір жауап бар. Неге десеңіздер, өйткені Қиғаштың астында балдыр көп. Балық не істейді енді? Балдырды жейді. Балдырды жейді, сол балдырды жегенсін, ол семіреді. Ал енді балдырдың дәмі маған ұнамайды, анау десеңіздер, қазір дейтін мына Япониядан неше түрлі бат, небірлер шығып жатқан жоқ па? Түгел жаңа морской, шөптер, дәрі-дәрмек, витаминдер, бәрі сол балдырдан шығарып жатыр. Небір осы морской жаңағы шөптердің бәрін. Ол балдыр дейтін, ол полезно ғой, былай қарасаңыздар. Мүмкін ұнамайтын болар басқа біреулерге, маған балдырдың дәмі ұнамайды. Жоқ, на самом деле балдыр жеген балық ол дейтін дәмді. Сіздер қазір енді мынау жайықтан аулап жатқан балық, мысалы біздің қазір аулап жатқан балықтар, олар ондай қатты дәмді емес енді. Өзім айтайын. Бірақ жайықтың балығы қыста семіреді. Қыстағы подледный жаңағы балықтар бар ғой, олар семіз болады. Оны да мойындау керек. Жаман емес. Қызылқоғаның балықтары да дәмді. Әр жақтың балықтары дәмді, но бірақ мен тағы да айтайын, Қиғаштың балығы өзіме, мен ояқта тумасам да, жаңағы мен жақтап отқан іштем жоқ. Бірақ мен шын айтайын, мен бірнеше рет бардым, мен өзім таңғалдым. Қиғаштың балығы дәмді, шыны керек. Өткенде соңғы рет бардым, мынау Lotus Fest бар ғой, соған бардық. Соған барған кезде жағадан тұрып біз 3-4 торман ұстадық, сонда сазаншіктер кішкентай. Соны сол жерде тұрып алып, пышақпен кесіп, кәдімгі бәрін видеоға түсірдім. Сосын барып сол кішкентай торманшіктерді барып астық біздер. Асқан кезде сорпасында мынандай май болды. Ана сорпасы бар ғой, тіпті жылқыдан кем емес бар ғой, шын айтайын. Әлде аңсап тұрам соны, ішкім де келіп тұрады. Енді ұнап қалды да, баяғыдан өзіме ұнап кетір, жалпы Қиғаштың балығы. Барған сайын осылай бешбармағын асып, талай жаңағы қазанды алып кетем сояққа. Қиғаштың балығы өйткені маған ұнайды, сояқтың балығын асып жеген. Сол себепті айтып отырмын. Енді бұл енді менің жеке пікірім. Осы жерден пікір қалдыра жатарсыздар. Мынау қазір мен осы видеодан кейін ары қарай тағы видео бар. Сол Қиғаштың балығын сол жерде ұстап, сафоннан ауладық біздер. Сосын жаңа сойып, сосын ары қарай бешбармақ қылдық. Бешбармақтан мынандай май шықты. Әлі дәмі аузымнан кетпейді. Енді жалпы өзімнің пікірім, егер сіздер жаңағы комментарияға жазып кетіңіздер, қаяқтың балықтары дәмді дегенде. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қармақтарыңыз қанды, қанжығаларыңыз майлана берсін, жігіттер. Ей, шіркін-ай, Қиғаштың балығын-ай, тәтті бой. Осыны жұртқа көрсетейік деп едік, қандай екен. Бәрібір қазанға кетеді. Бисмилля. Қиғаштың балығы көрдіңіздер ме? Мынау ішін жарып жатыр, қазір жуып алдық, міне май. Майды көрдіңіздер ме? Қандай екен? Төсің бәрі май басып кетті. Мына жердің бәрі май. Міне май. Міне.
көрініп тұр. Сорпасы бар ғой, екі елі шығады ғой кәдімгідей. Қаз сияқты, жылқының еті сияқты ғой, действительно. Бауырындағы майдың өзі міне. Бауырындағы май, міне көрініп тұр. Міне. Мынаның өзі міне мынандай, міне. Бұл қиғаштың кәп-кәс сіп-свежий ұсталған балығы жігіттер. Міне. Қиғаш, дәмді балықтар. Керемет. Мынау бар ғой, Гәншкендегі Құрманғазыдағы балық ауланған балықтың, қазір ухо, соның сорпасы орнына қараш. Мынаны қараш, ешқандай ештеңе қоспасыз. Екі торман дегенде совсем бар ғой. Сазан ғой енді, кішкентай енді. Міне, картошкамен, помидормен болды, басқа ештеңе жоқ. Мынау қара, сорпасын қараңдар. Қандай бар ғой, действительно бар ғой. Ё-моё. Қараш, міне. Мұнда торган айттым ғой. Айтқанынан қалмаймын дейсің ғой. Шығара берем өйткен не? Өйткен мынаяқтың балықтар семіз балық дейтін, вообще дәмді ғой, дәмді. Қараш, жылқының сорпасы мынандай болып шықпайтын болар. Мүмкін шығатын болар, бірақ дегенмен де балықты екеуімен теңдестіру вообще енді білмеймін, мен ақылға қонбайды. Мынау қазір сорпасын ішейін деп отырмын. Сап-сары. Қиғаштың балықтары дәмді. Ешкімнің болмас таласы.